Бізде үкімет осы уақытқа дейін өртті сөндірумен айналысып келді деп айтып жатырмыз ғой осы уақытқа дейін. Яғни себеппен емес, салдармен күреседі. Соңғы уақытта, мысалға, соңғы дүңгіршекте тұрғандар, базарда тұрған саудагерлермен күресіп кетті. Соларды аралап жүреді, бағаны бір реттей алатындай. Әрине түсінікті. Олар сол рейд жасаған кезде ғана бағаларды түсіріп қоя салады, олар кеткеннен кейін өзге баға. Ол мүлде әлсіз техника қолданылатын айтқан кезде. Бұдан уже өтетін уақыт келді. Қазір салдары сонда себебі не? Соған қарайтын болсақ, себебі өте үлкен пункттерден тұрады. Үкімет экономикаға қай жерде араласу керек, қай жерде араласпау керек. Осыны өзі жаңылысып қалды, өзі білмейді қазір. Әрбір жерге араласпайтын жерге араласады, араласу қажет жерге біз ол жаққа құзыретіміз жүрмейді деп шыға келеді. Сондықтан да осы мәселені екі жаққа бөліп тұрып айту керек. Менің ойымша үкімет араласатын жері қазіргі уақытта ол шаруалармен жұмыс жасауда. Бізде шаруаларға берілетін субсидиялар және берілетін жеңілдетілген несиелер барлығы ірі шаруа қожалықтарына жүріп жатыр. Ал шағын шаруа қожалықтармен, алыс шалғайдағы шаруалармен кім жұмыс жасап жатыр? Ешкім жұмыс жасап жатқан жоқ. Сондықтан да оларға да теңдей қолдау білдірілу керек. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, оларда техникалық, мысалға, ауыр техникалар жетпей жатуы мүмкін. Соны алайын десе қаражат жетпей жатуы мүмкін. Не соны лизингке беру жағын ұйымдастыру керек. Үкімет не осындай жерде араласу керек. Тұқым мәселесінде проблемалар болуы мүмкін. Сол тұқымды таза, күшті тұқымды жеткізіп беруге үлес қосу керек. Қазіргі уақытта Қазақстанның аумағы шөлейтті болып бара жатыр. Көптеген өзен суларын бәрі тарыла бастады. Демек, осыған ыңғайлы келетін, төтеп бере алатындай тұқымды шығару. Соған инвестиция құю, соған қаржы құю. Міне үкіметтің араласатын жерлері. Сосын ол жер бетінде өсіп келе жатқан өнімге өте көп зиянкестер түседі. Мысалы, оны қорғау бойынша арнайы дәрі-дәрмекті жеткізу. Осы жерде үкімет араласу керек. Соны жеткізіп беру керек. Тағы да жылыжайлар бар, мысалға, жұмыс жасайтын. Олардың ішін газдандыру мәселесіне, тамшылап суару мәселесіне үкімет кәдімгідей қолдау білдіру керек. Үкіметтің араласатын жерлері осы. Одан кейін тағы бір араласатын тұсы делдалдар болады. Кәдімгідей делдалдар көп болып кетуі мүмкін. Және олардың арасында әртүрлі сол делдалдардың әсерінен бағаның қатты шарықтауы орын алып жатады. Осы жерде осыны реттеуге үкімет араласуға болады. Егер де олардың арасында бағалық келісім, ценовой заговор дейді, сондай жүзеге ұшырап жатса, болса, оны әшкерлеп, соған тиісті болған адамдарды жазалауға үкімет араласу керек. Үкімет монополия болып жатыр ма, олигополия болып жатыр ма, араласу керек. Оларды реттеу керек. Өйткені олар нарыққа тыс және халықтың мүддесінен тыс баға белгілеуде олар алдына жан салмайды. Сондықтан да осы жерде үкімет араласу керек. Және де сол делдалдар мәселесіне қатысты айтуға болады. Мысалға, егер де қандай да бір азық-түліктің өнімін, жай ғана картопты айтайық, мысалға жай ғана сәбізді айтайық, соның бағасының тұрақты төмен болуы үшін барып шаруамен келісім жасауға болады. Сіз осынша тонна өткізіп жасау керексіз. Біз күзде келіп, мінекей оған дейін бірінші техникасы бар, басқасы бар, тұқымын бәрін жеткізіп беріп, содан кейін күзде біз сіздер осы егісті жасаған кезде сіздермен нақты келісім жасайық. Сіздерден осынша тонна өнім күтеміз. Және осындай бағада. Бітті. Шаруа ойламайды. Мен ол өнімді қайда шығарамын, қайда апарамын, оны қайда сатамын, қандай фураларға тиеуім керек деген проблеманы ойламайды. Оның ойлайтыны осы өнімді сондай тоннаға жеткізіп шығару аман есен болды. Ал кейін күз мезгілі келген кезде үкімет келеді, сондай бағамен сондай тауарды алып, бүкіл жаңағы супермаркет желілеріне, қалаларға, тиісті жерлерге жеткізіп береді. Бітті. Сонда жаңағы тауардың бағасы әлдеқайда арзан болады. Әлдеқайда арзан болады. Біздің үкіметіміз 2025 жылы Еуразиялық одақ елдері аумағында бірыңғай бағаны ұстағысы келіп отыр. Жалпы жаңа энергетикалық бірыңғай нарықты құрмақшы екен. Бұдан біз ұтамыз ба, ұтыламыз ба? Бұдан қазір тек қана ұтылып жатырмыз. Шынын айту керек. Өйткені біздің халқымыздың әл-ауқаты жағынан да келсек,
Ресеймен теңдей емес. Ресейдегі ең төменгі жалақының өзі беріліп жатқан бізден әлдеқайда көп. Ол жақтағы зейнетақының да көлемін қараңыз, әлеуметтік төлемдерін қараңыз, мысалға ана капитал деп берілетін көмектерін қараңыз. Бізде жоқ оның бәрі, ал оның бәрі Ресейде бар, мысалға. Демек, ол жақтың халқының әл-ауқаты белгілі дәрежеде жақсырақ. Ал енді осындай жағдайда бағаларды біз бірдей алатын болсақ, онда біздің халқымыз қаншалықты төлем қабілетті болады деген сұрақ туындайды. Қарапайым ғана. Енді мен осы жерде елімізде кедейшілік деңгейіне тереңірек үңілгім келеді. Бізде үкімет осыны мойындамайды. Себебі мойындамайды дегенім, сол анау пандемия дейінгі статистика бойынша бізде кедейшілік деңгейі 5%-ға жетпейтін. Әлі күнге дейін содан бері қарай қарасақ, сол статистика 5%-дің деңгейінде әлі тұр. Ал дүниежүзілік банк көптеген одан бері қарай 4-5 баяндамасын жасады. Сол жерде бізде кедейшілік деңгейінің тұрақты түрде өсіп келе жатқанын көреміз. 12% болған, қазір 15%-ға жақындап деген мәселелер бар. Демек, осы процестерде қарасақ, халқымыздың кедейшілік деңгейі өсіп келе жатыр. Одан кейін тағы бір қарапайым ғана статистиканы айта салайын. Энгель заңы деген бар экономикада. Ол жерде былай деп айтылады. Егерде халықтың табысы неғұрлым төмендеген сайын, олардың азық-түлік шығындары арта береді дейді. Бұл кәдімгі формула ғой, жазылып тұрған. Енді осы статистикаға қарайық. Азық-түлік шығындары бойынша біз әлемдегі 10 үздік елдің қатарына кіреміз. Рейтингте топ бастап тұрған 10 елдің қатарына кіреміз. Азық-түлік шығындары өте көп ел. Демек, ол елдер кедей деген сөз. Көршілеріміз сол 10-дықта тұрған Африка елдері. Сонда біз несіне мақтанамыз деймін. Жаңағы біз жалпы ішкі өніміміз 100 триллион теңгеден асты. Біз жан басына шаққандағы жалпы ішкі өніміміз $10.000 асты. Ол енді әлемдік рейтингтерде орташа табыс, орташа елдер деген сөз. Бірақ оның артында халқымыздың кедейлігі жасырын тұр. Міне осы мәселеге біз көптеп және келу керекпіз, және бір ғана статистика, сол халықтың қазір азық-түлік шығындары 70%-ға жақындаған екен орташа. Бұл енді өте қиын статистика. Өткен жылдағы статистика бойынша ол 61% деген ұлттық банктың келтірген мәліметтерінде. Ал оның арғы жылда пандемия кезінде ол 53% болған. Демек, пандемияның кезіндегі халқымыздың тұрмыс жағдайы әлдеқайда жақсырақ болған қазіргі жағдаймен салыстырғанда. Сондықтан да бұл өте күрделі мәселе. Халықтың табысы төмендеп жатқан кезде, төлем қабілеттілік құлап жатқан кезде, мемлекеттің қандай да бір тауарларды бағасын өсіру, бұл өз халқын ойламағандық, бұл кәдімгідей халқына жасап тұрған қиянат, одан басқа ештеңе емес.